адамсың, сені іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен қазақ орда каналым. Видео басымен жетіп сіздерден де қолдау күтеміз. Біздің арнаға жазылу және де видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Бүгін видеода енді өздеріңіз көп жазып жатсыздар комментарияға. Енді біздің Қазақстанда көппестен түсірілмегендіктен онда көп ойнамаймыз. Ультра етпей қойын, өзім күніне 1-2 рет кіремін. Сондықтан да көп ақша жиналмайды, менде донатты сала алмаймын мына жаққа. Сондықтан да енді сіздерден қолдау күтемін. Сіздер де осындай монета жиналып тұрса, маған кішкене болсын арасында аптасында 1 рет болсын осы пестен де шығарып тұрайын деген ой бар. Енді жалғыз аккаунт ойнағандықтан, оны көп ойнамағандықтан өте қиындау. Монетасын жинау, осындай жетондарын жинау, сондықтан сіздерден қолдау күтеміз. Менің ВК-ма жазсаңыздар болады, сол жерден сіздерге жауап беремін. Енді көп ойнамағандықтан кішігірім пак жинап қойдым. Осылай 4 рет осындай нелерді ашып көреміз. Енді бізде 10 пак бар осы жерде. 10 пакты ашатын боламыз. Бірінші енді біз осы сары алтын түстес неден бастап көрейік. Қандай ойыншы шығады екен. Бұлда да бір жақсы ойыншылар шығады. Сондықтан да өлмейміз. 22-ші нөмір. Бұл Севилья ма? Қалай? Жоқ, Гомес дейді. Валенсияның ойыншысы екен. Жақсы. Келесі тағы ашамыз. Мұнан қазір көрейік, кімдер түседі екен. Криштиану Роналду сияқты ойыншылар бар. Көрейік. Месси, Левандовский, Неймар сияқтылар түседі. Бетті басамыз. Винисиус міне. Мадридтік ойыншы. Винисиус Жуниор дейді. Тағы ашатын боламыз. Басы жәрейді. Йойч. Осы Йойч Реалда ойнап жүрген сәтті, бірақ оны қазір командасы жосет. Или Миланға кетті ма, қателеспесем. Миланға кеткен сияқты. Тағы ашамыз. Кеттік. Соңына енді 4 пакты қалдырып отырмын. Ең қызықтыларына Балде дейді. Жоқ, бұл да өтпейді бізге. Келесі тағы ашамыз. Көрек бұл жерде тағы қандай шығады. Кавачиш кен, Челсилі ойыншы, Лига чемпионың жеңіп алған ойыншылар осы жылы өте жақсы өнер көрсетті бұл ойыншыларда. Тағы да көреміз. Кім шығады екен, бізде енді кішкен загрузка болып жатыр. Көрек. Бізде міне ойыншы шықты. Көрек. Мингс дейді. Қорғаушы. Ағылшындық қорғаушы. Жақсы. Тағы көрек. Тағы басамыз. Түстес бұл жерде Менди тағы да қақпашы. Осы Челсидің қақпашысы. Үздік қақпашылардың бірі қазіргі таңда. Достар, өте чех бұл орын баса алады деп айта алмаймын, бірақ та болады 2-ші нөмірінде ойнап көріп. Олсен вратар, тағы да Эвертонның Швеция құрамасының қақпашысы бізде. Тағы ашамыз. Сары түстестен көрейік. Сарабия ПСЖ-ның ойыншысы. Енді осы жыл ПСЖ өте қатты дамып жатыр. Өзіңіз білесіздер, соңғы трансфер нарықта қандай өнер қандай нелер жасап жатқан. Ой, достар, міне соңғы химин шықты, 88 рейтингті. Өте жақсы. Біз соңғы химин. Мына қара түстес пактан ашып едік. Енді біз әңгімемізді ұмытып қалдым, не айтып отырмын. Бірақ та енді соңғы 4 пагымды осы жерде Месси және де Ла Лига ойыншыларынан ашып көргім келіп тұр. Месси де көргім келіп тұр, достар. Шығып кете ме, қалай ойлайсыздар? Варан да керек, Бензема да жақсы, Суарес те жақсы, Облак та жақсы. Сондықтан да сіздер үшін аямай жазып жатыр. Ашып жатыр, достар, көрейік. Кім шығады екен бұл жерде? Испандық қорғаушы. 9-ші нөмір Бензема, қателеспесем. Бензема, достар, шабуылшы Бензема шықты. Өте керемет, жақсы, өте жақсы.
94 рейтингті менде Левандовскийдің орнын алмастыратын шабуылға. Енді қалған пактар ұнаған жоқ, сондықтан да мына жақта да командный делеуді ұнаған жоқ, сондықтан Испания лигасынікі өте жақсы ойыншылар болғандықтан ашып жатырмын. Енді сіздерде де болып жатса айтыңыздар достар, комментарий жазылып маған ВК-ма жазсаңыздар болды, сіздерден қолдау күтемін. Барселона ойыншысы Хорди Алба или Хорди дейді біреу алзада ойнайтын. Леви защитник менде жоқ еді, қателеспесем шоу тұрған еді, шоудың орнын басатын болды ғой, тағы да көреміз кім шығады екен. Соңғы екі пактан Испания, бұл 5-ші нөмірлер Варан, қорғаушы Варан. Өте жақсы. Қорғаушы да жоқ еді менде. Кішкене енді мен ойнамағандықтан мен ойлап отқан шығарсыздар, неге жоқ деп отыр. Өте жақсы ойыншылар түсіп жатыр, сондықтан да қуанып отырмын. Соңғы екі пак Месси түссе өте жақсы болар еді. Месси ал. Лионель Месси түссе өте жақсы болар еді. Бізде еден пак болатын еді. Жоқ, бұл Месси емес. Люис Суарес болуы мүмкін де емес. Бұл Триппер. Килиан Триппер, мадридтік ойыншы, Ла Лиганың чемпиондары. Әттен Суарес пен Месси түскенде өте жақсы болар еді. Қойып көрейік ойыншыларды, менде ойлап отқан шығарсыздар. Міне бізде бүгін Бензема түсті, және де Варанды біз Суманың орнына қоямыз, және де кім түсті бізге? Хорди Алба. Міне 3 үздік ойыншы 3 пактан да түсті. Соңғы пактарымызда міне өте керемет достар. Кішкене болсын составымыз көтерілді. Міне достар, осылай видео жасадым. Сіздерге ұнаса қолдау көрсетіңіздер, біздің арнаға жазылу және де видео лайк басуды ұмытпаңыздар, және де ВК группама қосылсаңыздар болады. Осы сілтеменің астында болады. Ал достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.